қарап отырсам бұл тамаққа тойып жегенімізге бұл мешеулік екен де. Менің Ұзақбай деген ағам бар, үлкен кәсіпкер. Соның ресторандары бар. Ол да жолы әңгіме айтты. Бір француз рестораторды шақырдым деді. Сол қазақтың тойына шақырыпты. Келгеннен кейін қазақтың тойы болған, тойға барғанда отыра салысымен анау дастархандағын санап есептеп жіберді. Енді 10 орындық отыр. Мына 10 адамға мөлшерленген. Айтты дейді, мына жерде бір адамға есімде жоқ, енді 1,5 килограмм тамақ деп айтты дейді. Әлі ана ыстық тамақтың келмеген кезі. Мынаның бәрін кім жейді деп таңғалды дейді. Тойдың да тойы болады. Тойға қарсы болғандар бірінші тойларды дұрыс жіктеп алу керек. Тойға туыстар жиналса, жанының сағынышын ширатса, бір-біріне жүрегінің жылуын берсе, балаларын туыстармен таныстырып, еңселерін кеңейтсе, ондай тойды қалай жоюға болады? Ондай тойларсыз біз безбүйрек, іші тар, өзімшіл ғана болашақты өсіреміз. Қазақтар соңғы кезде тойларға туыстарын шақырмай, қалталы деген достар сымақтарын, бастықтарын шақырады. Мысалы, жастардың үйлену тойын алайық. Екі ру бірігіп, бір-біріне құда жекжат болып жатыр. Ондай тойларда тек туыстар болу керек емес пе? Бір рет көріп, қалтасын қағып алатын адамдарды шақырады. Олардан жастарға не пайда? Есесіне, жастар жаңа туыстарын танымай, шақырмаған соң шақырусыз қалып, абыройсыз шектетілген отау болып қала береді. Оларға сондай дарақы, өтірік тойлар қажет пе? Сондай тойларды да жоймау керек, оларды түзеу керек. Тойларға тек жақындары ғана жиналу керек. Сол арқылы елдің абыройы өседі. Сол арқылы жақсымен құда болғысы келгендер көбейеді. Қазақ тойларын жақсарту дегенді құптаймын. Қазақ тойларын жою деген ол ұлттық болмысты жою болады. Оған қарсымын. Саяқ бақай сирақпен қоректеніп жатырмыз. Еліміздің бүкіл сүбелі жерлерін басқа ұлттарға беріп қойғанбыз. Біздікі даңғазалық, той. Сол тойға шырылдауық шегірткелер шақырамыз әншілерді. Олардың ақылы тамағында соған қарыздан соған ақша береміз. Бірақ баспанамыз жоқ. Сол баспанасы жоқ қазақтар сол ақшасын тойға шашып жатыр.